тіпті мен Абайдың өзін феминист деп айта аламын. Қазір сол теңдік орнады ма біздің елде? Гендерлік теңдікке жету үшін бүкіл әлемде 238 жыл қажет. Өкпек жолаушы сияқты толқынға қарсы жүзген мемлекеттердің бірі Қазақстан. Табиғи болымсыздағы ана болу қабілетіміз болған үшін кінәліміз. Әйелдердің қорғансыздығын бір бетке басу секілді көрінбейді ме? Әке қызыл түсті рюкзакта қалап жүруден қорықпау керек. Әкелер де декретке шыға алады. Жұмыстағы харасменті ағалық, әпкелік, қалжың, әзіл, жерлестік, аға мен қарындастың бір әзілі деп қабылдайды. Менше гендерлік теңдік орнаған қоғамда кез келген қыз өзін өзге үшін құрбандыққа салмайды. Армысыздар, бұл Жүз медианың ақ студиясы. Бүгінгі біздің спикеріміз заңгер феминист Әйгерім Құсайынқызы. Әйгерім, студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Айтып өтсеңіз, жалпы осы феминистердің өздері феминизмді әртүрлі қабылдайды, әртүрлі түсінеді. Бірі оны ер адам мен әйел адамның арасындағы теңдік мәселесі деп түсінсе, енді бірі оны әйелдердің құқығы үшін күрес деп түсінеді. Бұл тұрғыда сіздің көзқарасыңыз қандай? Қазақ тілді контентке шыққан кезде айтатын, феминист деген сөзді мизандрист деген сөзбен шатастырмау керек. Мизандрист дегеніміз әйелдер еркектен жоғары тұру керек деген көзқарасты ұстанатындарды біз мизандрист дейміз. Әйелдер еркектерден ақылырақ, әдемірек, білімдірек, сосын біз жоғары тұруымыз керек дейтін менің әпкелерім бар. Әпкелерім деген феминистік көзқарасты ұстанатын таныс әпке сіңіл қыздарым бар. Олар мизандрист дейді. Мизогинистер бар. Мизогинистер айтады, жоқ, әйелдер табиғатынан екінші жаратты ғой Құдай оны. Ол екінші орында ғой. Олар төмен тұру керек дейді. Ол мизогиния. Феминистер айтады, біз мизандрист емес, біз мизоген де емес, біз жоғарыда болмасын дейміз, төмен де болмасын дейді, біз тең болсын дейміз. Яғни Абай айтпақшы, көштің алды болма, көз тиеді, арты болма, сөз тиеді, дәл ортасы бол деген көзқарастың өзі әйелдерге тең бол, феминист деген сөз. Тіпті мен Абайдың өзін феминист деп айта аламын, Дулат Исабековті де феминист деп айта аламын. Яғни осы жерде біз теңдік туралы айтуымыз керек. Яғни біздің қалауымыз бүкіл әлемдегі халықтың 50%-ын құрайтын еркек азаматтарды жоққа шығарып, Қазақстанда 49%-ды құрайтын ер азаматтармен ұрысып, жұлысып, олардың орнын тартып алып, ұрысу емес, теңдікке келу, тең диалог құруға талпыну. Себебі тарихи бізде теңдік болмады. Біз осыны ғана айтамыз, бірақ өкінішке қарай әлеуметтік желі бізде әлі де феминистерді бір қазақтың дәстүріне қайшы, қазақтың ұлттық дәстүрлі отбасы құндылықтарын ойран еткісі келетін, қазақ әйелдеріне бір жағымсыз батыстық үлгіні көрсеткісі келетін әйелдер деп көрсеткісі келеді. Ол әділетсіздік қой. Біз ондай емеспіз ғой. Яғни сіз үшін феминизм ол бірінші кезекте ер мен әйелдің теңдік мәселесі. Өмірдің барлық саласында Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат жөніндегі концепциясында айтады. Өмірдің барлық саласында дейді. Яғни оған экономика, саясат, мәдениет барлығы кіреді. Енді қазір сол теңдік орнады ма біздің елде? Жоқ, өкінішке қарай маған осы сұрақ көп адам қояды. Бізге көрсетші, әлемнің қай елінде гендерлік теңдік орнаған дейді. Гендерлік теңдік орнаған ешбір әлемде мемлекет жоқ. Тіпті гендерлік теңдікке қол жеткізгеннен кейін де ары қарай ал не болады дейтіндер де бар. Ал қол жеткіздік, ал теңдікке болды. Сендер талап етіп жүрген дүние бәрі орындалды, антиутопияны көзге елестетейікші, өмірлік миссияларың қалмай қала ма деп айтатындар бар. Біз түсінуіміз керек, дүниежүзілік экономикалық форум бізге айтады. Гендерлік теңдікке жету үшін бүкіл әлемде 238 жыл қажет дейді. Әлі 2,5 ғасыр. Иә, бүкіл әлемде сондай уақыт керек. Енді ол Махамбет айтпақшы, мұнар күн көрем бе, көрмеймін бе деп біз зар заман ақындар болмаймыз. Біз бүгінгі күннен қазіргі қолымыздан келгенше жақындатуға, айтуға, тырысуға, оптимистік тұрғыдан қараймыз. Дегенмен де біздің елде соңғы жылдары осы феминизмге қатысты прогресс бар сияқты. Әрине, бар. Қуанып айта аламын. Бүкіл әлем кері кетіп жатқан кезде біз өкпек жолаушы сияқты толқынға қарсы жүзген мемлекеттердің бірі Қазақстан. Яғни постковид әлем көбісі айтты, әйелдердің құқығы кері шегінде, регрессия жүріп жатыр. Барлық салада, тек қана әлеуметтік салада емес, құқық, білім, ғылым кері кетіп жатыр. Соғыстар, экологиялық катаклизмдер. Бірақ Қазақстанда соңғы 5 жылдағы мен өзім айта аламын, әйел тақырыбының мәдениетте, саясатта жалпы айтылуы жоғары деңгейге жетті. Яғни мейнстримге, күн тәртібіне айтылды. Тіпті жаңалықтарға қарасаңыздар да әйелдер жайлы айтатын, жазатын жаңалықтар көбейді. Гендерлік сезімтал медиалар пайда болды. Яғни ол бұрын мен бала кезінде оқыған Қазақстан әйелдері ғана емес. Ол Батыр Жамал, ол The Village, ол Мәншүк медиа, немесе мысалы сіз сияқты әйел редакторлар басқаратын баспа
баспасөздер, медиалар көбейе бастады. Оның өзі ақ жалпы әйел тақырыбын күн тәртібінде топ 3 болмаса да, топ 5-тегі мәселенің бірі деп айта аламын. Осыған не әсер етті деп ойлайсыз? Меніңше бұл жаһандық кеңістіктегі орны да бар, және оны мойындау керек. Мен бұл жерде қазір қарапайым болуға тырыспаймын. Қазақстандық азаматтық қоғамның, қазақстандық әйелдердің жылдар бойғы көрінбей келе жатқан еңбегінің нәтижесі деп айтамын. Мысалы, қазақстандық феминистердің ішінде біздің әпкелеріміз бар, алдыңғы буын. Олар өте үлкен жұмыс жасады. 98 жылдан бастап Қазақстан мемлекет ретінде әйелдерге қарсы кемсітушіліктің барлық түрін жою бойынша конвенцияға қосылғаннан бастап, бізде президенттің жанында әйелдер және отбасы істері жөніндегі комиссия пайда болды 98-де. Содан бергі жүргізіліп келе жатқан жұмысы, Біріккен ұлттар ұйымы әйелдері, ол халықаралық ұйымдар, ол азаматтық қоғам, ол белсенділер, ол ғалымдардың барлығының жұмысы жалпы әйел құқығын көрсетуге тырысқан нәтижесін енді беріп жатыр. Оның көрсетілетін кезеңі ол тек қана біздің сіз бен менің бүгінгі кешегі жұмысымыздың нәтижесі емес, ол жылдар бойы жүргізіліп келе жатқан Алма апаларымыз, 90-шы жылғы 20-шы ғасырда бастаған, Назипа Құлжанова апаларымыз бастаған еңбектің нәтижесі деп айтуға болады. Жалпы жұмыс істейтін әйел адамдардың 41%-ның білімі жоғары, ал ер адамдарда бұл көрсеткіш 29% шамасында. Соған қарамастан ер адамдардың жалақысы әлі де жоғары көп жағдайда әйел азаматтардан. Осы тұрғыда бұл енді патриархаттың айқын көрінісі ғой. Бұл бізде ғана емес. Мысалы, былтыр ғана 24-ші жылы Нобель сыйлығын алған әпкеміз, Харвардтық профессор Клаудия Голдуин 24-ші жылы экономикадан не үшін Нобель алды? Ол кісі дәлелдеді. ақш-та әйелдердің жалақысының ер азаматтарға қарағанда соңғы 100 жылдағы төмен болуының бір-ақ себебі бар. Әйелдер себебі декретке шығады. Біз яғни табиғи болымсыздағы ана болу қабілетіміз болған үшін кінәліміз. Біз ана болғанымыз үшін біз айыптымыз. Себебі біз декретке кеткен кезде біз ер азаматтармен еңбек нарығын бірге бастаған марафоннан сәл кешігіп қаламыз. Біз декреттен қайта оралған кезде мен марафон бірге бастаған жігіт 21 километрін жүгіріп қояды, мен 10 километр финишке енді жетемін. Әлбетте бұндай теңсіздікті қуып жету ешқашан мүмкін емес, ал әйелдің ана болу қабілетін ер азаматтарға ешкім ешқашан бермейді, ол табиғат заңы өзгермейді. Сол үшін де бұндай теңсіздік табиғаттың берген теңсіздігі деп қабылдау керек. Бұл біздің физиология, бұл біздің биология, анатомия, гормонымыз. Бірақ та біздің айтқанымыз келгені ол қоғамдық өмірде. Әйелдер декретке шыққан үшін, айыпты болған үшін неге біз олардың жалақысын азайтуымыз керек? Бізде неге жұмысқа кірген кезде жұмыс берушілер әйелдерге сұрақ қояды? Отбасы құру жоспарыңызда бар ма? Алғашқы 3 жылда декретке кетесіз бе? Балаңыз кішкентай болса да жолдасыңыз сізді іссапарға жібереді ме? Балаңыз ауырмайды ма деген сұрақты неге жұмыс берушілер еркек азаматтарға қоймайды? Ер азаматтарға автоматты түрде қойылмайды. Ер азаматтарға айтады ма, сіздің әйеліңіз сізді жиі сапарға жіберіп тұруға қарсы ма деген сұрақты. Күлкілі, иә? Айтпайды ешкім. Себебі біздің Қазақстан ер азаматтар сапарға шығу үшін әйелден рұқсат сұрамайды. Yani басқа сұрайтындар, бірақ жұмыс беруші ондай сұрақты қоюды оғаш санайды. Ал неге жас қыздардан әдемі, білікті, білімді қыздардың біліктілігіне күмәнданған кезде қояды? Жап-жас болып не істеп жүрсің? Өмірлік миссияңды ұмыттың ба? Неге ана болуға асықпайсың? Неге нағыз әйел бақытын көруге тырыспайсың? Мына жұмыс саған не қажеті бар? Не істейсің карьеристка болып? Үйде отырмайсың ба? Ана бақытын сезін деген сияқты сұралмаған кеңесті беретін адамдардың өзі түсіну керек. Бұл этикаға қайшы, бұл жеке шекараны бұзу. Бұндай сұраққа төзбейтін және бұл сұрақ қойған үшін өте дөрекі жауап алуға дайын болу керек деп ойлаймын. Себебі бұндай сұрақтарға өте біз сияқты кейде мәдениетті сыпайы ғана емес, дөрекі жауап беретін жас қыздар қазір келе жатыр, ол зумер ұрпақ. Яғни біз сияқты сыпайы құтылып кетпейді ол жауапқа. А десе, мә деп жауап беретін ұрпақ бар. Өкінішке қарай біздің қоғам әйелдер үшін әлі де қауіпті болып отыр. Оны естіп те көріп те жүрміз жаңалықтардан. Енді біздің қоғам мен мемлекетіміз осы әйелдердің қауіпсіздігі, құқығын қорғау мәселесінде қай жерде әлсіздік танытып отыр? Салыстырмалы түрде біз былтыр ғана 25 жылы қазан айында Варшавадағы ОБСЕ-дегі бізде адам құқықтары дайменшн деген халықаралық конвенция бар, әлемнің 56 мемлекет қатысатын. Сонда біздің адам құқығы бойынша өкіл Артур Ластаев мырза баяндама жасады. Мен де баяндама жасадым, бірақ біздің баяндамамыз сәл екі тақырыпта. Сол кезде біз көрсеткіміз келді. Қазақстандық әйелдер өздерінің қаншалықты қауіпсіз сезінеді. Бізде салтанат заңы, халықтың ішінде салтанат заңы деп қабылданып кетті ғой. 2024 жылы 15 сәуірде қол қойылған тұрмыстық зорлық-зомбылықты қылмыстық кодекске қайтару бойынша заңда әйелдерге біз көбірек қорғай бастадық деген көзқарас туындады. Бірақ осыдан кейін бізге мемлекеттік деректер нені көрсетті? Хабарлайтын тұрмыстық зорлық-зомбылықтардың саны 3 есе артқан.
түсетін хабарламалардың саны 3 есе артқан деген сөз, ол алдын алған шаралар көбейді деген сөз. Осы тұрғысынан жақсы жаңалықтар бар деп айтуға болады, бірақ та әлі де бөрікті аспанға лақтыруға ерте деп ойлаймын. Қорытынды шығару әлі ерте. Себебі біз бұндай заңдар қабылданғаннан кейін заңгерлер қорытындыны салыстыру аналитикалық сандарымызды 3-5-10 жылдан кейін ғана айта аламыз. Міне нәтиже болды. Міне Бишімбаевтың сот процесін көргеннен кейін көп қазақ жігіттері қорқа бастады. Яғни қол көтеру енді жауапсыз қалмайды. Сіз қол көтерген үшін сіз жауапты боласыз. Экс-министр болдыңыз ба? Маңызды емес. Заң алдында бәрі тең деген принципті біз ютубтағы сот процесін тікелей эфирде көрсету арқылы өте үлкен сабақ бердік деп ойлаймын. Осыдан кейін әйелдерде де сенімділік пайда болды. Иә, мені қорғайтын біреу бар екен ғой. Бірақ әлі де біз күресетін жұмыс өте көп. Ол мысалы әйелдер өздерін қай жерде қауіпті сезінеді. Сіз түнгі 2-де мысалы көшеден қайтқан кезде артыңызға қарай аласыз ба? Шамы жоқ көшелерде тұрасыз ба? Иә, сізбен бізге айту оңай, біз Қазақстанның астанасында, әлемнің өмір сапасы бойынша ең жоғары қалалардың бірінде тұрамыз, бізге айту оңай. Иә, мен түнгі 2-ден кітапханада қайта беремін деп. Бірақ та Қазақстанның менен бөлек басқа әпкелерім 10 миллион қазақ әйелі нешеуі түнгі 11-де үйіне қайтқан кезде артына қарай алып, шам бар ма екен, қолымда пышақ бар ма екен, қазір біреу артымнан ұстап алса қалай қашам, қайда қашам дейді, немесе ағасының әпкесіне мені жолдан күтіп алшы, мен қараңғы көшеде келе жатырмын деп айтады. Яғни осындай қыздарымыз әлі де бар да, Қазақстанда біз қауіпсіз ел деп айта алмаймыз. Біздің билік басындағылар биік минберден сөйлеген кезде көбіне жаңағы әйелдеріміздің, балаларымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек, құқығын қорғауымыз керек деп жиі айтып жатады. Осының өзі ер мен әйел тең деп алатын болсақ, қоғамда әйелдердің қорғансыздығын бір бетке басу секілді көрінбей ме? Әрине. Әйелдерді қорғау керек деген кезде бізде сейверизм деген принцип бар, gender studies'та, яғни есіңізде болса, бүкіл голливудтық кинолардан ер азаматтар құтқарады. Кімді деген сұрақ? Отанды, анасын, әйелді, Титаниктің өзінде, Леонардо Ди Каприо сүйіктісін құтқарады. Бүкіл киноларда Аватар болсын, отбасын құтқарады. Яғни голливудтың кинолары, әдебиет, бүкіл біздің ертөстік болсын, нені құтқарады? Әйелді құтқарады. Себебі әйел құтқаруға мәжбүр, нәзік, жан деген символизм, объективизация, заттандыру әлі де бар. Бізде сұрақ туындайды, сонда бізді кімнен құтқару керек? Ер азаматтар кімнен қорғау керек? Өз-өздерінен бе? Демек, егер әйелдерді қорғау керек деп айтса, олар түсініп тұр ғой. Демек, әйелдердің өміріне төнетін қауіп бар, мойындау ғой. Және біз 8 наурызда естеріңізде болса, көбінесе аналар күнінен шатыстырылатын едік қой. Нәзік жандылар күні, аналар күні, біз үнемі айтамыз. Жоқ, аналар күні деген мейрам бөлек бар бізде. 42-нің 3 сенбісі, аналар күні. Әкелер күні пайда болды соңғы жыл, қазір аталып өтіп жүр. Өте қатты қуаныштымын мен оған. Мен әкемді бала кезінен құттықтайтын, 22 маусым әкелер күні бар деген мен бір ресейлік газеттен оқып алған бала кезімде. Сол кезде әкемді ылғи құттықтайтын. Әке, бүгін сенің мейрам деген кезде күлетін еді. Қазақстанда тойланбайды ғой бұл мейрам, халықаралық деңгейде тойланады екен. Бірақ та неге Қазақстанға ол былтыр соңғы 3 жылға дейін тойланбай келді? Әкелердің маңыздылығы айтылмады ма? Біз әкелерді бала тәрбиесінде елемедік пе? Әлде ер азаматтар жеке мейрамын атап өтуге лайықты емес адам деп қабылдап келдік пе? Әлде ер азаматтар гүл алудан ұялады ма деген сияқты? Бұл да бір теңдікті бұзу дейсіз ғой. Ол теңдікке жетудің жолы деп ойлаймын. Ол отбасы құндылықтары үшін пайда болды. Бізде аналар күні бар, әкелер күні бар, балалар күні бар, тіпті бізде отбасы күні бар, бөлек бар. Яғни бұндай күндерді енгізу арқылы біз айтқымыз келеді. Әке мен ананың баланың тәрбиесіндегі рөлі, отбасы ол құнды, ол қасиет шаңырақ деген біздің ұлттық дәстүрлі құндылықтарымызға қайтудың бір жолы осындай мейрамдарды мемлекет деңгейінде атап өту. Мысалы, ер азаматтар, психологтар әкелер күнінде мен білемін, әкелер форумы бүкіл Қазақстанның қалаларына барады. Былтыр мысалы Қызылордаға барады, оның алдында Таразға барып, әкелерді жинап алып форум өткізеді. Заманауи әке қандай болу керек? Әке бала тәрбиесіне араласу керек. Әке қызыл түсті рюкзакты арқалап жүруден қорықпау керек. Әке асханада қоқысты далаға шығарып салғаннан оның әкелік беделі төмен түсіп қалмайтынын түсіну керек. Әкелер де декретке шыға алады. Деген сияқты жаңа заманауи көзқарастарды енгізу үшін бізге әкелікке көзқарасқа деген жалпы әкелер институтына да көзқарасымыз өзгеруіміз керек. Қазіргі әкелер басқа ғой. Миллениалды әкелер өте қамқор, өте эмпат, балаларына көбірек уақыт бөлетін, балаларына кітап оқитын, балалармен бірге киноға баратын өте жақсы қамқор әкелердің легі келе жатыр. Біз соны насихаттауымыз керек, айтуымыз керек. Үнемі бала тәрбиесі тек қана ананың міндеті емес, ол ортақ. Бала ортақ па? Баланың ДНК-сы ортақ па? Баланың хромосомасына бірдей қатыстыңыздар ма 50-50? Баланың тәрбиесіне де 50-50 қатысыңыздар деген көзқарас болды.
8 наурыз ол аналар күні емес деп айтып жатсыз. Бұл яғни әйелдердің құқығын қорғау күні. Енді біз осы күнді қалай атап өтуіміз керек? Жалпы дұрыс атап өтіп жүрміз бе? Меніңше осы жерде сұрақ бұл әйел бақыты деген сұрақ сияқты ғой. Әйел бақыты үшін не деген кезде әр әйел, Қазақстанда бар 10 миллион әйел, 10 миллион түрлі жауап бергені мен қалар едім. Әркімнің өзінің үні болғанын. Бірақ та көбісі ол бірдей жауап беруге тырысады. Сыңар жақ пікір айтуы мүмкін. Әйел бақыттылы ана болу деген сияқты. Дәл осы жерде 8 наурызды қалай атап өту керек? Мен қазақ әйелдері былай атап өту керек деп айтпаймын. Сөйтіп айту ол жалпы демократиялық принципке қайшы болатын еді. Қалай атап өткісі келеді? Өзі білсін. Біреу үшін таңертең анасымен таңғы асқа бару, біреу үшін ол 101 раушан гүлін алу, біреу үшін ол әріптестерімен бүгін кешке жақын караокеге бару деген сияқты. Әркім өзі біледі. Қалай атап өтеді? Біз ешкімге бұйрық бере алмаймыз, бұйрық бермеуіміз де керек. Ол тым радикалды көзқарас болып кетеді. Бірақ біз айтқымыз келетіні, бұл күнді атап өткен кезде жай ғана тарихты үңілу. Бұл күн неге пайда болды? Әйелдер құқығы үшін күрес болды. Ал қазіргі қазақ әйелдері құқығы үшін әлі күресіп жүр ме? Әлде бізде бәрі керемет, бізде бәрі қолымызда бар, күресетін түк жоқ па? Бізге бәрі алдымыздағы алға буын әпкелеріміз жасап қойды ма? Жоқ. Біз әлі күресіп жүрміз. Қазақ әйелдері әлі күресіп жүр. Армияда баласы өлген аналар өткен жол неге министрлер үйіне барып жатты? Әлімжеттікті дәлелдей алмай жүр. Неге көп бала аналар кей жағдайда күйеуімен өтірік ажырасуға мәжбүр, ипотекамен үй алу үшін? Яғни әйелдердің әлі де мәселелері көп Қазақстанда. Неге әйелдер рактан, онкологиядан көбірек өледі? Яғни осы мәселелерді біз айтқан кезде түсінуіміз керек. 8 наурыздың тарихы ешқашан тоқтамайды. Яғни біздің күрес ешқашан тоқтамайды. Бізге әйелдерге құқықты ешкім қолымызға әкеліп, міне әйелдер, ертең сайлауға барыңыздар. Міне әйелдер, бүгіннен бастап мектептен тегін контрацептив ала аласыздар. Міне әйел, бүгіннен бастап сіз жоғары оқу орнына түсе аласыз деп бізге ешкім айтқан жоқ. Біз ол үшін күрестік. Жақсы. Сіз үшін 8 наурыз қандай күн? Және өзіңіз қалай атап өтесіз? Мен қазір ертең бүгін Алматыға бара жатырмын. Біз негізі менің дәстүрім марш деген біздің бір постер болған. Яғни менің қалауым, мен үшін ол ең идеалды керемет 8 наурыз, ол Алматының немесе Астананың емес, Қазақстанның барлық қалаларында бейбіт түрде, бейбіт шеру мен жиынды көргім келетін еді. Яғни қазақ әйелдері бұл бүкіл бір заңда талап еткен салтанат заңымен бір трагедиямен байланысты емес, жай ғана плакат алып шығып, көшеге шығып, әпкелік, сіңілдік бейбіт жиын арқылы менің де үнім бар. Демократия дегеніміз ол тек қана референдум алдындағы жұмыстар ғана емес, ол сайлау алдындағы саяси науқан емес. Демократия менің өзім үнімді маған берілген 365 күннің ішіндегі бір күннің 2 сағатын мен қалауымша өткізе аламын. Мен үшін ол көшеге шығып бейбіт жиынмен, әлбетте заңды түрде, бізге әкімдік рұқсат бермесе, біз заңға бағынамыз, біз шықпаймыз. Біз тек қана заңды түрде, біз осы жерде түсінуіміз керек. Феминистердің қалауы бұл конституцияға қарсы, конституцияның мемлекеттің құрылуына қарсы дін емес. Біз заңды сыйлайтын, заңды құрметтейтін, құқықтың үстемдігін мойындайтын заңгерлер болғандықтан біздің өзіміздің 8 of March ұйым емес, біз негізі әйелдердің ерікті тобымыз, біз ұйым деп тіркелген жоқпыз. Біздің мақсатымыз осыны көрсету. Бірақ мен ойлаймын, кейбір қыздар үшін анасымен таңғы аста ол ең керемет 8 март деп, немесе кейбір әйелдер үшін күйеуінен қымбат сыйлық күту де, ол оның идеалды ең керемет 8 наурыз деп ойлаймын. Мен үшін ол көшеге шығып, қазақ әйелдері қандай күшті, қандай білімді екендігін көрсету. Ол Ыбырай Алтынсарин атамыз сонау торғайда ашып кеткен мектептің жалғасы, ол қазіргі білімді де білікті қыздар. Біздің қазір айтатынымыз, мысалы кеше ғана бізде Мәулен Сағатханұлы 8 наурызбен құттықтаған кезде маған айтқан ұнағаны, осы жол бізге көбіресе әйелдер нәзік, әйелдер ұжымның көркі деген дүние айтылған жоқ. Әйелдер мәжіліске бару керек, әйелдер саясатқа араласу керек. Неге бізде 3 министр әйел? Неге бізде мәжілісте 17% әйел? Неге бізде өзіміздің Саида Мирзоевамыз жоқ Қазақстаннан? Яғни президентке кандидаттардың ішінде 2029 жылы президент сайлауы болатын болса, сіздің мысалы әйел кандидатыңыз бар ма? Мен мына әйелді президент ретінде көргім келеді деген. Немесе мен мына әйелді Қызылорданың әкімі ретінде көргім келеді. Неге Гүлшарадан кейін ешкім әйел болған жоқ? Мен премьер-министр ретінде Бектеновтен кейін мына әйелді премьер-министр ретінде көргім келеді дейтін өзге саяси аренада лидер әйелдер керек. Сол үшін 8 наурызда осыны айтуымыз керек деп ойлаймын. Мысалы, мен 8 наурызда жаңа құрылтайда 145 депутаттың кемінде 70%, 50%, яғни 70-і әйел болсын деген плакатпен шыққым келеді. Мен білемін ол болмайтын. Мен білемін биылғы құрылтайда 145 депутаттың 70-і әйел болмайтын. Мен өте жақсы білемін. Біз реалистпіз ғой. Бірақ оң қосу маңызды. Бірақ біз қалаймыз, айтамыз және қыздарға үйретеміз. Сен министр боласың.
сен әкім боласың, сен ғарышқа ұшасың. Сен білесің бе 2025 жылы Қазақстанның азаматы Марсқа ұшып келді ғой. Сен қолынан бәрі келеді. Осындай көзқарасты олар 8 наурызда сезіну керек деп ойлаймын. Яғни сен гүлсің, сен нәзіксің, сен әдемісің ғана емес, сен Назым Қызайбай сияқты 3 дүркін бокстан чемпионы бола аласың. Сен қолынан бәрі келеді, сен Бибісара сияқты әлемнің ең мықты шахматшылардың қатарына кіре аласың. Сенде ол потенциал бар. Және соны қолдан. Соны бізге үнемі айту керек қыздарға. Себебі бізге оны айтатын күн өте аз деп ойлаймын. Бізді керісінше қазақ қыздарын қанатын қырқатын күндері көп деп ойлаймын. Мектепте болсын, балабақшада болсын. Қызсың ғой, нәзік бол. Қызсың ғой, ақырын сөйле. Қызсың ғой, ер адамның алдын кеспе. Қызсың ғой, ұл баланың алдынан шықпа. Қызсың ғой, педагогиканы таңда. Дейтін көзқарастар бізде ұлттық таным болмыс тәрбиемізде ол әлі біздің санамызда отыр, ол ғасырлар бойы отырады да, біз оны 3-4-5 жылда өзгерте алмаймыз. Бірақ та соны өзгерту үшін меніңше 8 наурыздың мәнін осы мақсатқа қолдану керек деп ойлаймын. Мысалы, ең мықты әйелдердің тізімін шығару. 25 жылы қазақ ғылымына еңбек сіңірген ең мықты әйел. Космосқа ұшып келген әйел, химиядан докторлықты ең жас қорғаған әйел. Біз оларды танымаймыз, біз оларды білмейміз. Каз вакцинасын, Казвактың авторын Күнсұлу Закарияқызын тарих оқулықтарынан болмағанда да былай танитын адамдар өте аз. Яғни сондай әйелдерді бізге не айту керек? Қазір ректор әйелдер бізде көп. Көп болғанда қазір жақсы лек бар. Соларды айту керек. Мысалы, сіз білесіз бе, сіздің университетіңіздің ректоры әйел? Тарихта олай бұрын болмаған. Жұбанов университетінде Лаура Қарабасоваға дейін ешқашан Ақтөбе қаласында мемлекеттік университетінің ректоры әйел болмаған. Ол шыны төбені сындырды. Оның қолынан келді. Сенің де қолынан келеді. Ректор Ақтөбеде әйел болды ма? Демек 5 жылдан кейін Ақтөбе қаласының әкімі әйел болады деген стереотипті сындыру керек. Соған талпыну керек. Сол үшін 8 наурызда соны айту керек деп ойлаймын. Гендерлік теңдік мәселесін шешуде қабылданар заңдар маңызды ма, әлде қоғамның ой санасының өзгеру маңыздырақ па? Мен бұл жерде заңгер ретінде жауап бермеймін. Бірінші, бүкіл заңгерлер маған қарсы болар, бірінші заң деп. Бірақ менің жеке ішкі түйсігім және Қазақстанның тәжірибесінен көрсеткені, біз заңды өзгерту арқылы бүкіл халықтың санасы бір мезетте, бір сәтте өзгеріп кетеді деп күтпеуіміз керек. Олай күту ақымақтық деп ойлаймын. Себебі бүкіл зерттеулер, әлеуметтік ғалымдардың, бүкіл әдебиет пен мәдениеттің, антропологияның, философияның біз оқыған кітаптары бізге нені дәлелдеді? Адам әрекет жасаған кезде, заңды заңсыз әрекетке басын шешім шығарған кезде, ол заңға шешім шығармайды, ол заңға қарай аламайды. Ол ішкі түйсігіне, сеніміне, нанымына, идеалдарына сенеді. Сол үшін біз, мысалы, харасмент енгізгелі жатырмыз, сталкинг енгізіп қойдық қылмыстық кодекске. Қыз алып қашуды қосып қойдық қылмыстық кодекске. Бірақ мен қазір қыз алып қашу ең көп болатын өңірлерге барып, қыз алып қашу бүгіннен бастап қылмыс қой, қызды алып қашпаңдар десем, олар маған күліп қарауы мүмкін. Неге күліп қарайды? Себебі Таптым-ау сені фильмінде қыз алып қашуды Дариға Бадықова өте күлкілі форматта көрсеткен. Қылмыстық кодекстегі 125 прим бірінші бап оларға қатты әсер ете ме? Әлде кинопрокаттан 1 миллиард жинаған киноның әсері күшті бола ма? Киноның әсері күшті болады. Мәдени софт пауэрдің күші заңға қарағанда күштірек халықтың санасын әсер етеді. Сол үшін біз бірінші халықтың санасын, құқықтық санасын, білімін арттыратын болсақ, халық өзі құрылтайдағы депутаттарға айтады. Білесіздер ме, бізге сталкинг деген заң керек. Білесіздер ме, бізге харасмент деген заң керек. Бізге фемицид деген бөлек бап керек. Бізге жас қыздардың некесін азайтатын бір заң керек. Соны халық өзі талап ететін мемлекет, ол барлық Платоннан бастап барлығы армандаған демократиялық азаматтық қоғам сол деп ойлаймын. Яғни қандай да бір жаңа бастама төменнен жоғары жүреді. Жоғарыдан төмен бұйрық болып түспейді. Жоғарыдан төмен түссе, ол халық оны мойындамайды, ол сінбейді, халық оны сезінбейді, ол оны орындамайды. Ол символикалық қағаздарда том-том болып жасалатын, шаң басып қалатын құжат болып қалады. Сол үшін халық оның қажеттілігін сезіну керек. Истанбул конвенциясы айтады, кез келген зорлық-зомбылықты өзгерту үшін мектепте гендерлік теңдік пәнін енгізу керек дейді. Мен осы ұсынысты қатты қолдаймын. Мысалы, Турция Истанбул конвенциясынан осы үшін шығып кетті. Себебі Турция айтты, біз Истанбул конвенциясының ішіндегі гендерлік теңдік деген сабақты енгізе алмаймыз деді мектебімізге. Себебі ол түріктердің дәстүріне қайшы деді. Яғни біз қазір осы конвенциямен жұмыс жасап жатырмыз. Біздің сыртқы істер министрлігі жұмыс жасап жатыр. Ол Истанбул конвенциясына Қазақстан қосылса, біз мектептен бастап гендерлік теңдікті түсіндіреміз. Сол кезде бізге басқа ұрпақ келеді. Мүлдем. Оларға харасмент жасау ақылға қонымсыз утопия болып көрінеді. Қалай сіздің бастығыңыз сізге харасмент жасау мүмкін емес қой деп ойлайтын жаңа ұрпақ керек. Келеді. Ал қазір қандай ұрпақ?
жұмыстағы харасменті ағалық, әпкелік, қалжың, әзіл, жерлестік, аға мен қарындастың бір әзілі деп қабылдайды, бірақ оның астарында терең жыныстық сипаттағы харасмент жатуы мүмкін. Егер болашақта гендерлік теңдік толық орнайтын болса, қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы қалай өзгерер еді? Армандауға болмай ма деңізші? Армандап көрсек, гендерлік теңдік орнағанға дейін, меніңше, онда жалпы әділдік деген сөзге көзқарас өзгереді деп ойлаймын. Себебі феминизм сөзінің және гендерлік теңдіктің мен үшін синонимі ол әділдік. Гендерлік теңдікке жақын қоғамдарда әркім өзінің қалауынан қорықпай өмір сүреді. Себебі біздің Қазақстан қоғамында өкінішке қарай көп қыздар өз қалауымен өмір сүрмейді. Біреудің қыздарға жазып берген сценариймен әлі өмір сүріп келе жатыр. Яғни стереотиптермен да? Иә. Енді егер сіздің қоғамдағы бір ғана осы гендерлік стереотипті өзгертетін мүмкіндігіңіз болса, ол сіз үшін қайсысы болар еді? Көп қандай стереотиптер, өте қиын сұрақ деймін ба? Біреуі мамандықтарға қатысты деп ойлаймын, өзім білім саласында жүргеннен кейін. Бізде мамандықтарды әлі де мынау қыздардікі, мынау ұлдардікі деп бөледі. ЮНЕСКО айтады, мамандықта жыныс жоқ дейді. Бірақ оны қазақ қоғам қабылдай ма? Мысалы, сіз қазір 11-ші сыныпқа ОБТ-ға дайындалып жатқан балаларға барып, білесіздер ме? Мамандықта жыныс жоқ десеңіз, ол не айтып тұрсыз дейді. Неліктен бізде медицина, қызмет көрсету, педагогика феминизацияланған? Неге медицинаға қыздар көбірек барады? Себебі олар эмпат па? Неге бастауыш пән мұғалімдерінің Қазақстанда 98% әйелдері? Олар бала туғаннан кейін балаға жақсы қарай ма? Себебі олардың жүйкелері темірдей ме? Әскерилер ер адамдар. Әскерлер ер адамдар, сол үшін бізде әлі күнге дейін бас прокурор әйел болған жоқ. Сол үшін бізде қорғаныс министрі әлі де деп айтайыншы, әйел болған жоқ. Себебі болашаққа болып қалады деген үмітпен айтып отырмыз ғой. Сол үшін меніңше мамандықта жыныс жоқ деген стереотипті бұзуға келеді. Яғни тракторист қыздар да бола алады, маникюр жасайтын еркектер де бола алады. Осындай көзқарасты өзгерту керек. Мысалы, Михаил да соны бұзды деп ойлаймын. Мысалы, көркем гимнастикадан ер азаматтың Қазақстаннан чемпион шығуы, ол көп тек қана бокс жігіттер баратын спорт деп ойлайтын адамдарға да бір өте үлкен дабыл болды деп ойлаймын. Спортты да бөлмеу керек, жынысына қарай. Көркем гимнастикамен тек ұлдар айналысады, немесе қыздар тек қана бимен айналысады, қыздар ауыр атлетикамен айналыспайды. Бірақ бізде білесіз, Лондонда 2012 жылы қаншама қыздар Қазақстаннан ауыр атлетикадан алтын медаль алды. Сол кезден бастап бізде спорттағы, ғылымдағы гендерлік сегрегация, біз гендерлік горизонталды сегрегация дейміз оны, сол аз болса деп тілейтін едім, және сол стереотипті азайтатын едім деп ойлаймын. Әйгерім ханым, бүгін уақытыңызды бөліп, сұхбатқа келгеніңіз үшін көп рахмет. Бүгінгі сұхбат өте қызықты өтті деп ойлаймын, және біздің көрермендерімізге де ұнайды деп сенемін. Сізді бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Көп рахмет. Сізбен біздің есімімізде Тоғжан Әйгерім қазақтың ұлы ақынның қос ғашығының есімінің болуын өзі Қазақстанда қыз таңдаған кезде біз қаншақты патриархалды қоғам екенімізді көрсетеді. Тоғжан мен Әйгерім, Абай Connection. Бізді біріктіретін не? Бізді біріктіретін Абай. Құрметті оқырман, осымен Жүз медианың бүгінгі сұхбаты аяқталды. Жүз медианың келесі ақ студиясында жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.